Иран жіптен тоқуға болады, бірақ ол жіңішке болады. Иран жіп жіңішке ғой. Сосын мына брелогыңыз кішкентай болады. Мына брелоктың көлемін қараңыз, міне, менің алақаныммен бірдей. Міне қараңыз. Бір алақаныңызға бірдеңе салып қараңыз, қаншалықты, міне, бұл кішкентай емес. Алақанмен бірдей болып тұр, міне. Кішкентай деп, міне, мынаны алуға болады, мына қараңыз. Мынаны кішкентай деуге болады. Жұрттар ойлайды екен, мына иран жіппен тоқиды, кіп кішкентай зат, 2000 теңге қымбат деп та. Енді әркім өзі біледі ғой енді, бірақ сонда да бұл иран жіп емес. И размері де кішкентай емес. Мен де білетін шығармын енді не тоқып, қалай сататынымды да, мысалға. Иран жіп деген болады тоқуға. Мен бұны өзеннен, жаңа өзеннен. Осы брелокқа жіп алып келе жатырмын дейді. Мә, күшті. Мен осы біздің өзеннен алам. Міне қараңыз, 4 қатар тоқыдық. Енді 5-ші қатар. 1, 2, 3. 3 столбик тоқимыз да, сосын прибавка. 4 и 5. Прибавка деген бір жерге екеуін тоқу.